дала, жұмағым сұлу қала, атамекен дара. Көлдері мөлдір айна, гүлдері әсем жайда, сенде жауһар қайда. Төлегіміз оқу, қазағымның оқу, бір топтан қанымыз. Жүрегіміз оқу, дүрсіліне оқу, қосылсын әніміз. Еліміз жұлдызы жанған жеріміз, тәуелсіз арман еріміз, жаралған ардан. Армысыздар, құрметті қонақтар, қымбатты ата-аналар, зияткерлік мектебінің оқушылары мен ұстаздар қауымы. Биыл Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл. Бұл жыл Рио Олимпиадасы жеңістері қуантқан жыл. Қазақтан шыққан тұңғыш педагог Ыбырай Алтынсариннің 175 жылдығы. Торжество в честь первого звонка, посвященное началу нового 2016-2017 учебного года, Назарбаев интеллектуальной школы химико-биологического направления города Актау объявляю открытым. Салтанатты сапқа 2015-2016 оқу жылы бойынша туған елге тағзым өлкетану зерттеу экспедициясының жолдамасын жеңіп алған Шерқала шаңырағын шақырамыз. Кураторы Арыстанова Бибігүл Абатовна. Алғашқы қоңырау салтанатына арналған жиынға сапте мектеп тіктір Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы кіргізілсін. Алға адым бас!
зияткерлік әлеуетке ие көшбасшыларды өмір бойы білім алуға дайындау және шабыттандыру. Подготовить и вдохновить интеллектуально потенциальных лидеров к обучению на протяжении всей жизни. Mission: to prepare and inspire potential intellectual leaders for lifelong learning. Бұл біздің мектептің миссиясы. Ұранымыз: өмір сүр, үйрен, қол жеткіз. Это наша миссия, наш девиз: живи, учи, достигай. Motto: live, learn, achieve. Ұстанымымыз: біздің түлектер сыни ойлау мен шығармашылық арқылы үш тілді ортада өзін-өзі дамытуға ұмтылады және мәселелерді шешуге қабілетті. Видение. Наши выпускники через творчество и критическое мышление стремятся к саморазвитию и способны решать задачи в трехязычной среде. Vision: our graduates seek to strive for self-development through creativity, critical thinking, and are able to find solutions in a trilingual environment. Биыл Қазақстан Республикасы тәуелсіздігіне 25 жыл. Қазақстан бай өлкем шарықтаған, толастамай көз көгінде қалықтаран. Қазақстан мекені қайсарлардың, Қазақстан Алатау, алып далам. Қалса артта санасу қаһарлы өткел, сала алмаған далама жат өрнектер. Қазақстан сал бір жан, саңлақ сара, ер төлеген бауыржан Махамбеттер. Наши ребята вместе с учениками области отдохнули в комплексе отдыха Балдаврен дополнительного образовательного центра «Дарын». В стенах нашей школы для учеников интеллектуальной школы и школ области проводились курсы робототехники, STEM, дизайн мыла, экодом. Сонымен қатар, зияткер оқушылар шілде-тамыз айларында Малайзияның Куала-Лумпур қаласындағы Ноттингем университетінде, Американың Джонс Хопкинс университетінің талантты жастар орталығында, Бизон Хилл скулында, Стэнфорд университетінің жастар бағдарламасы бойынша жаратылыстану математика циклы курстарында оқыды. Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары мен ұстаздарын, ата-аналарды, қонақтарды алғашқы қоңырау салтанатымен құттықтау үшін сөз Ақтау қаласы химия-биология бағытындағы
Назарбаев зияткерлік мектебінің директоры Пайзов Ермек Серікұлына беріледі. Қайырлы күн, құрметті ата-аналар, ұстаздар, оқушылар. Бүгін білім күні. Баршаңызды алғашқы қоңырау салтанатпен құттықтаймын. Жаз бойы мұғалімдеріміз Алматы, Астана, шет елдерінде арнайы біліктілік алу курстарынан өтті. Білім беру ерекшеліктермен танысып, 39 мұғаліміміз Ақтау қаласындағы педагогикалық шеберлік орталығында өз білімдерін жетілдірді. Оқушыларымызда естігеніңіздей, жазғы мезгілін тиімді пайдаланды. Көп оқушыларымыз шет елдеріне шығып, үш тілдік бағдарламасында үш тілін дамытты. Өздеріңіз естігендей, Америка құрама штаттарына барып келді. Оның барлығы оқушыларының кәсіптік бағдар беру мақсатында. Оған қосымша тағда оқушыларымыз жазғы уақытта 2 апта ауылында бір күн ата-ананың жұмысында деген жобаларға қатысып, өздерінің тәрбиелік кәсіптік бағдарларын дамытты. Енді 2016-2017 оқу жылына 600 оқушы мен 100-ден астам мұғалім, 10 шетел мұғалімдермен бастағалы отыр. Оның ішінде өздеріңіз білетіндей көктем уақытында 100 жаңа оқушымыз 7-ші сыныпқа келіп отыр. Осы оқушыларымыз Қаянбай конкурсына өтіп, алдарымызда тұр. Қосымша 91 оқушымыз биыл бірінші рет 2016-2017 оқу жылының түлектері болады. Сол түлектерімізге биыл үлкен жүк артылып отыр. Өткені бірінші түлек болғаннан кейін осы мектептің 2 жыл бойы жасаған жұмыстарын нәтижесін осы біздің түлектеріміз арқылы көреміз. Подготовить и вдохновить будущих лидеров. Вот наша миссия. Перед школой стоит большая задача. Я так думаю, вместе с вами мы достигнем эти цели и задачи. Уже 20 сентября состоится первый визит международных экспертов по аккредитации международным стандартам. Я так думаю, все мы, учащиеся, учителя, родители, подтвердим нашу школу, то, что она готова к международной аккредитации. Уважаемые родители, учителя, учащиеся, поздравляю всех с началом учебного года. Желаю всем творческих успехов, достижения поставленных целей. Еліміз тыныш болсын, жұртымыз аман болсын. Отбасымызда бірлік пен береке болсын. Барлықтарыңызды шын жүректен алғашқы қоңыраумен құттықтаймын. Құттықтау сөзі ата-аналар комитетінің мүшесі, Астана қаласында өткен мұғалімдердің тамыз маслихатының делегаты Бешакова Эльмира Қайриденовнаға беріледі. Қымбатты оқушылар мен ұстаздар, қонақтар мен ата-аналар, 1 қыркүйек білім күнімен құттықтаймын. Добрый день, уважаемые ученики и учителя, гости и родители сегодняшнего мероприятия. От имени всех родителей Назарбаев интеллектуальной школы города Ақтау поздравляю с началом учебного года. Поздравляю наших учеников, которые вот уже год с радостью отучились в нашей прекрасной школе. Поздравляю новых победителей гранта Оркен 2016-2017 года, что вы своими знаниями и желанием достигли наивысшего результата. Пользуясь настоящим моментом, хочу поблагодарить главу государства, лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева за эту возможность получать образование в одном из ведущих учебных школьных заведений мира, надеюсь, находясь при этом в Казахстане. Также выражаю глубокую благодарность и признательность председателю правления Шамшидиновой Куляш Нагатаевны как участник августовской конференции НИШ в городе Астаны. Мы, родители, создали родительское сообщество Назарбаев интеллектуальных школ по всему Казахстану.
Хочется процитировать Кляш Нагатаевну: «Наша работа сети интеллектуальных школ должна быть прозрачной и строиться на доверии. От нашего учителя должны исходить академическая четкость, внутренняя чистота и привлекательность, а также бескорыстность». Мы хотим выразить огромную благодарность и глубокую признательность всему руководству и педагогическому коллективу Назарбаев интеллектуальной школы, ставшей родной в нашем городе Актау, за ваш профессионализм, непростой, но очень важный и необходимый труд, душевную щедрость, внимательность, любовь, преданность своей профессии и учащимся. С тех пор, как наши дети переступили порог школы, мы с вами стали единой семьей. Безусловно, вначале было тревожно, мучили вопросы, даст ли новая школа качественное образование, смогут ли учителя воспитать конкурентоспособную личность, в погоне за новым, не растеряем ли мы национальные корни и ценности, сможем ли мы воспитать граждан, способных внести вклад в процветание нашей страны. Уверена, такие вопросы задавала не только я себе. Сегодня, по достижению наших детей, буквально за 1 год в нашей школе, я могу сказать, что наши тревоги были напрасны. Назарбаев интеллектуальная школа оправдала все наши надежды. Наши дети буквально за 1 год раскрылись и превратились в уверенных с критическим мышлением молодых людей. Важной составляющей процесса воспитания молодого поколения является не только школа, но и семья. В Назарбаев интеллектуальной школе города Актау установлено доверительные и прочные отношения с родителями и учащимися. Мы, родители, стремимся быть едиными со школами. Мы понимаем, что светлое будущее наших детей в ваших и в наших руках. Так давайте же продолжать совместное сотрудничество во благо воспитания маленьких граждан нашей страны, граждан нового поколения. Еще раз позвольте поздравить с началом учебного года. Уверена, что мы вместе достигнем новых высот и успехов. Біздің қатарымызға қосылған зияткерлер. Зияткерлік мектептің оқушылары еліміздің ертеңгі элитасы. Біз сіздерді сындарлы ойлап, 3 тілді еркін меңгерген, бәсекеге қабілетті білімдарлар қатарын толықтырады деп сенеміз. Дорогие обладатели гранта Уркен, интеллектуалы, пополнившие наши ряды, ученики интеллектуальной школы, завтрашняя элита страны, мы верим, что вы пополните ряды конкурентоспособных знатоков, свободно владеющих 3 языками. Dear owners of Grant Urken, included in the number of intellectuals, the students of intellectual school, future elite of the country, we believe that you will think, effectively, be competitive, and join the community of trilingual intellectuals. Алдымнан шықты бүгін қолың болған, қанша жыл қиялдаған тәтті арманым. Бабалар бұл жерде елін қорғап келеді, батырлар бұл жерде намыс қолдан бермейді. Жерін қорғап қазақ жауға қылыш сермеген Қазақстаным, Қазақстаным. Алғазыр мақтаныш бізге қазақ қаласы, байлығым мол тағы барша жүрек қаласы. Арманға бастаған бұрылған көп қаласы, Қазақстаным, Қазақстаным. Алға Қазақстан, Қазақстан, самға Қазақстан, Қазақстан, жаса Қазақстан, Қазақстан. Байлығым менің, тәуелсіз елім алға Қазақстан, Қазақстан, самға Қазақстан, Қазақстан, жаса Қазақстан, Қазақстан. Байлығым менің, тәуелсіз
санулы оламай тақсырым бар, елінің тәуелсіз қазыналы жерім бар. Ашық көк аспаным, масқарлы тау көлім бар. Қазақстаным, Қазақстаным, жастасын қазағым, жаста батыр жастарым. Желбіретіп туды жеңіске жол бастаған, елбасы тарихы болсын мәңгі дастаным. Қазақстаным, Қазақстаным, алға Қазақстан, Қазақстан, самға Қазақстан, Қазақстан, жаса Қазақстан, Қазақстан. Байлығым менің, тәуелсіз елім алға Қазақстан, Қазақстан, самға Қазақстан, Қазақстан, жаса Қазақстан, Қазақстан. Байлығым менің, тәуелсіз елім. Қазақстан, байлығым менің, тәуелсіз елім алға Қазақстан, Қазақстан, самға Қазақстан, Қазақстан, жаса Қазақстан, Қазақстан. Байлығым менің, тәуелсіз елім. Құрметті ата-аналар, оқушылар, еңбек ұжымы осындағы мектептің. Бәріңізді құттықтаймын жаңа оқу жылымен. Алдағы оқу жылы бәрімізге табысты, жемісті болсын. Жаңадан келген жас түлектерге сапарлары оң болсын. Осы еліміздің сенім үмітін, мына ата-аналардың үмітіне сенімдерін, бүкіл қазақ елінің сенімін ақтайды деп ойлаймын. Сапарларың оң болсын. Алға. Құрметті Ақтау қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің педагогикалық ұжымы және осы мектептің ата-аналары, осы мектептің түлектері, алдымыздағы осы мектептің бүгінгі ғана табалдырығын аттап атырған 7-ші сынып оқушылары, баршаңызды 2016-2017 жаңа оқу жылымен және бүгінгі білім күнімен шын жүректен құттықтаймын. Назарбаев зияткерлік мектебі өткен жылы ғана білім ордасы болып Ақтау қаласында есігін айқара ашып, осы бүлдіршіндерді қабылдады. Мінекей көзді ашып жұмғанша бір жыл артқа тасталып өтті. Осы мектепте көптеген оқушыларымыздың бір жыл ішінде жетістіктерін көріп жатырмыз. Жаз бойы осы мектепте оқушыларға арналған жазғы сауықтыру лагерлері өтті. Мұғалімдерге оқушыларға ішкі курстар өтті. Осының барлығы ата-аналар, ертеңгі болашағымыз осы жас ұрпақтардың білімін толықтыру, оларға жақсы білім беру және жан-жақты тәрбие беру. Сондықтан да балаларымызға үлкен өмірде сәттілік тілей отырып, оқу жылында тек қана 5-ке оқып, ертеңгі күні үлкен мамандықтың иесі болуына мен тілектеспін. Педагогикалық ұжымға айтатыным, осы мектепте өздерінің білімдерін шыңдап, жақсы конкурспен, жақсы өздерінің біліктілігімен келіп жатырған мұғалімдер одан да біліктіліктерін арттыра берсін деймін. Оқу жылы ішінде тек қана шығармашылық табыстар тілеймін. Қазір енді бір топ мұғалімдерге және мектеп басшысына мұғалімдерге біліктілігін арттырған мұғалімдерге сертификат тапсыруға және мектеп басшысына алғыс хат тапсыруға рұқсат етіңіздер.
Өздеріңіз білесіздер, биылғы оқу жылы Қазақстан бойынша ерекше жыл болып аталып жатыр. Себебі жаңартылған білім мазмұнында біздің бастауыш сынып мұғалімдері бірінші сыныпқа келетін оқушыларды жаңа мазмұнда білім береді. Осы Қазақстанда 55 мыңнан астам мұғалімдеріміз жаңа білім мазмұны бойынша біліктілігін арттырды. Соның ішінде Маңғыстау облысында да, Ақтау қаласында, сондай-ақ басқа елді мекендер, осы Маңғыстау облысына қарасты аудандарда мұғалімдерінің барлығы да осы біліктіліктерін арттырған болатын. Осыған байланысты біздің Назарбаев зияткерлік мектебі де жаңа білім мазмұнына, соның ішінде биылғы оқу жылында робототехника элективті курсы енгізілгелі отыр. Соған байланысты осы мектепте 114 информатика пәнінің мұғалімдері дәріс алды. Яғни олар келешекте робототехника элективті курсының мұғалімі ретінде осында даярланды. Сондықтан да мен алғыс хатты ұсынғым келеді. Алғыс хат. Құрметті Пайызы Ермек Серікович, 2016 жылы Назарбаев зияткерлік мектептері, дербес білім беру ұйымы, педагогикалық шеберлік орталығы, Қазақстан Республикасында орта білім мазмұнын жаңарту аясында педагог кадрлардың біліктілігін арттырудың білім беру бағдарламасы бойынша курс ұйымдастыруға қосқан үлесі үшін алғыс білдіреміз. Ынтымақтастығын жалғасын тауып, кәсіби биік шыңдардан көрінуге тиіспіз. Директор Ермек Қасымбеков, Астана қаласы. Дәл осындай сертификат Качанов Владимир Александрович. Марат қызы Айгерім, осындай сертификат. Альбина Нурлановна. Сертификат Рамазанова Гаухар Рахатовна. Ситова Кутагуль Джардиновна. Айла Умирбаевна. Ұзақбаева Жұлдызай Сапарбаевна. Тюкин Азамат Тюкенішке. Жасмағамбетова Балгүл Амангелді қызына. Жанатбаева Жұлдыз Доктырбаевнаға. Мұхамбетқалиев Аскен Самуратишке. Дәл осындай сертификат Саменова Шолпан Рахимовнаға. Бұл оқу жылында оқушылармен қатар мұғалімдер қатары да толықты. Ұжымға қосылған жаңа ұстаздарға мектептің атаулы шарфы мен төс белгі табыс етіледі. Атаулы шарф пен төс белгіні мектеп әкімшілігі және бірлестік жетекшілері табыс етеді. Өмірдің маған сыйы деп білемін.
өзіңдей жанға шәкірт болғанымды. Табылған балапанем миядағы, қырандай жетілдірдің қиядағы. Ұстазға деген ыстық сағынышым, бірәңге қалай ғана сыялады. Ұстазым менің қамқорым едің, болған асыл өнерге жүрегің дархан, өзіңнің арқан, биікке шықсам егерде. Өнердің мен білмейтін қатпайларын, жаныма сіңіргенше тоқталмадың. Алдымнан шықты бүгін қолың болған, қанша жыл қиялдаған тәтті арманым. Ұстазым менің қамқорым едің, болған асыл өнерге жүрегің дархан, өзіңнің арқан, биікке шықсам егерде. Екі апта ауылда ғылыми жобалар мен олимпиадаларға дайындап, жетістіктерімізге сүбелі үлес қосқан мұғалімдерге, ата-аналарға мектеп директоры Пайызов Ермек Серікұлы марапат қағаздарын табыстайды. Награждается дипломом первой степени 11-го республиканского конкурса рисунков 2015-2016 учебного года на тему «Казахстан в современном мире» Адилкос Эльмира, руководитель Жасмагамбетова Балгуль. Қазақстан жаңа әлемде 11-ші республикалық сурет байқауының 3-ші дәрежелі дипломымен Оспанова Фарида марапатталады. Ұзақбаева Жұлдызай. Награждается дипломом 3-й степени 11-го республиканского конкурса рисунков на тему «Казахстан в современном мире» Башеева Нурай, руководитель Жасмагамбетова Балгуль. Қазақстан жаңа әлемде 11-ші республикалық сурет байқауының 3-ші дәрежелі дипломымен жұптық жұмысы үшін Машанова Мөлдір Камиева Назерке марапатталады. Жетекшісі Жұмаева Алмагүл. Сәттіғали Жолдаспай мен Жұмабек Аман Малайзияның Куала-Лумпур қаласындағы Ноттингем университетінде STEM Summer Program 2016 бағдарламасы бойынша оқып қайтты. Сертификаттар табыс етіледі. Сәттіғали Жолдаспай and Жұмабек Aman have trained in the STEM Summer Program 2016 in Kuala Lumpur. Америка құрама штатындағы Джонс Хопкинс университетінің талантты жастар орталығында оқытылған курсқа Сағынбай Тамирис барып қайтты. Сертификатын табыстаймыз. Америка құрама штатындағы жаратылыстану математика циклы бойынша Бесан Хилл School курсына Ақуал Дана қатысты. Сертификат табыстаймыз. Америка құрама штатындағы Стэнфорд университетінің жастар бағдарламасы бойынша оқытылған жаратылыстану математика циклы курсына Жұмахан Арман мен Данагүл Азимжанова қатысты. Сертификаттарын табыстаймыз.
2015-2016 оқу жылында оқушылары да өздері де ғылыми жобалар байқауына, олимпиадаларға, конференцияларға қатысып, мектеп шежіресін байытуға үлес қосқан математика пәнінің мұғалімі Озған Светлана Тұрашқызы Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымының құрмет грамотасымен марапатталады. Ирландияның Дублин қаласында өткен халықаралық білім беру бағытындағы зерттеулері конференциясына математиканы командалық әдіспен оқыту, батыс математикасы мен кеңес математикасының айырмашылықтары тақырыбына зерттеу жұмысымен қатысқан мектеп директорының бейінді эксперименталды жұмыстар жөніндегі орынбасары Жұмабаев Ринат Нұрланұлына сертификат табыс етіледі. Всем учителям мы посвящаем песню Аблахата Испаева на слова Аманжола Шамкенова «Устазым». Armanıma oktatkanma Ümmü kömmelemi sattatkanma Yengilmez kılda kalan Mustafa'na Ustazım benim ustazım Gözünden ötken dostlarım Kaldırganıdır mengeler Şadımda durar zandalar Ustazım benim ustazım Sendinde sen açmasan ne gereder Ömür bir sabahata Ustazım
Алғашқы қоңырау салтанатының жоспарына сай, Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 25 жылдық мерейтойын ұлықтау мақсатында мен өз отанымның патриотымын тақырыбында шаңырақ сағаттар өткізіледі. Во время каникул 2015-2016 учебного года были осуществлены такие социальные практики, как 2 недели в ауле, 10 дней на предприятии родителей, возьми ребенка на работу, Экспо 2017, где ученики всесторонне познакомились с жизнью села, с профессией родителей, а также работал проект «Летняя школа». Об этом будут представлены презентации учащихся. Мектеп психологтары 7-ші сынып оқушыларының ата-аналарына арналған оқушылардың жаңа ортаға бейімделуі тақырыбында семинар өткізеді. Сыңғырла алғашқы қоңырау, сыңғырла шақырып білімге, деп көрсет біздерге жол мынау, пәндерден әр күнгі тақырып. Сыңғырла, сыңғырла қоңырау, алғашқы қоңырау, сыңғырла. 2016-2017 оқу жылының басталуына арналған алғашқы қоңырау сыңғырлайды. Қоңырау соғу құрметіне Өркен гранты бойынша ең жоғары балл жинаған Балмурзиев Жақсыбек пен Жоламан Гүлназ ие болады. Салтанатты жиыннан Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы шығарылсын. Торжество в честь первого звонка, посвященное началу нового 2016-2017 учебного года, Назарбаев интеллектуальной школы химико-биологического направления города Актау объявляю закрытым. Рост человеческого капитала в Казахстане – это прежде всего образование и здравоохранение. Сегодня на основе международных стандартов успешно работает Назарбаев университет и интеллектуальная школа. Надо распространять их опыт на всю систему казахстанского образования, подтягивать их уровень все образовательные учреждения.